Қалайсыздар? Көптен бері видео салмай кеттім, эфирлерге де шықпай кеттім, өйткені біздің фермада жұмыс өте көп болып жатыр. Құдайға шүкір, көз тимесін, былтырға қарағанда жақсы. Былтыр осындай уақытта 32 сағатпен шектелетінбіз. Хоть пикинг болса да, жаңағыдай клубника пісіп, теретін уақыт нағыз сезоны болса да, бізде сағаттар өте аз болатын. Осы жылы құдайға шүкір аптасына 6 күн, күнде 8, как минимум 8, а так 9-10 сағаттан жұмыс жасап жүрміз. Одан бөлек 8 сағатқа бізге әр сағатына 12-де 21 фунттан төленсе, 8 сағаттан кішкене... Ой, үйдесің. 8 сағаттан кішкене көбейсе бізде ешкім жоқ деп ойлаймын ше. Есік құлтанып тұрған ғой, соны өзім ашып кіргенде үйде ешкім жоқ деп ойласам, үйде бір жігіт бар екен. Короче, 8 сағаттан жоғары 10 минут жұмыс жасап қойсаң да, саған 18 фунттан төленеді. Ол бізге жақсы, конечно, көбірек ақша түседі. Одан кейін осы жылы, құдайға шүкір, бонус жасап жүрмін. Ең қиын жердегі клубниканы теріп жүрсек те, үйренейін дедік, кішкене үйренейін дедім. Кішігірім бонустар жасап, солай күшті солай болып жатыр. Ондай жағы күшті болғанымен шаршайсың енді. Ничего, бұл күндерде өтіп кетеді. Самое главное, ақша жинап аламыз нормально. Соған мәзбіз. Күнде сол таңертең шығып кетеміз, кешке келеміз, шай тамағымызды ішеміз, ұйықтаймыз, обратно жұмысқа деген сияқты. Сондай болып жүр, сондан ешқандай видео да жоқ, прямой эфирде жоқ. А так негізі сол Англияға барғысы келіп, комментарияға жазып жатқандар өте көп. 4 сайт ашық тұр қазір біздің қазақстандықтар үшін: Concordia AC, AgriHR, GDA Service и Astradeka HR. Fruitful Jobs-тікі. Сол төртеуіне заявка толтырасыздар. Заявка толтыру үшін міндетті түрде загранпаспорт керек. Орыс тілін кішігірім білу керексіздер. Ағылшын тілі маңызды емес. Шетелге шығуға запрет болмау керек. Если вдруг запрет болса да, графикке қойып, үйтіп-бүйтіп сізге бір жауап келіп жатса, үйтіп-бүйтіп шығып кетесіз ғой. Құдай қаласа. Сол самый главный жаңағы официальный сайттарға тапсырыңыздар, ешкімге ақша беріп алданбаңыздар. Бұл жаққа тегін келуге болады. Айына 1 миллион теңге таба аласыздар. Ол жаңағы сіздерден ұстап қалатын, караванға ұстап қалатын ақшадан бөлек, медстраховка ұстап қалады, одан бөлек айына 1 миллион теңге таба аласыздар. Келгісі келетін жандар болса, әрине сол сайттарға заявка толтырыңыздар. Сіздерден шығатын шығын только визаға и жаңағы неге, жолға, авиабилет туда-обратно деген сияқты. Бір адамға 500-600 мың теңге ақша кетеді шығын. Оның ішінде визасы бар, туда-обратно билеті бар, келгеннен кейін кішігірім продуктымыз бар жасауға алатын. Солай. Мен әлі үйге кірген жоқпын. Үйге караванға келдім да, жаңа есікті ашып отыра қалғанмын ғой, мынандай жерге. Мына жерде күшті гүлдер не істеп тұр ше. Көрініп тұр ма, әдемі болып көрініп тұрған жоқ па. Солай.